Бәріңе сәлем. Бұл Лео фильм сарнасы. Бүгін мен шын өмірдегі оқиғаларға негізделген 2015 жылы шыққан «Убежище» деп аталатын драмалық фильмі туралы айтатын боламын. Нет. 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 Фильм 1968 жылдың маусымынан басталады. Бас кейіпкер жасөспірім Вольфганг мотоциклмен өзінің туған қаласының көшелерін айналып жүреді. Жолда анасымен бірге теңіз жағасындағы жазғы күндерді есіне алады. Үйдің жанына келіп тоқтаған Вольфганг үлкендердің пикникке шыққанын көреді. Олардың арасында жігіттің өгей әкесі де бар. Жүкті анасы жасөспірімдерге түрлі түсті кәмпиттермен безендірілген торттарды әкеледі. Вольфганг достарына эротикалық журналды көрсету үшін достарын үйге кіргізеді. Өгей әкесі бұл процестің үстінен түсіп, достарын бөлмеден шығарып жіберіп, бетіне шапалағын береді. Бірақ анасы оны тоқтатып қалады. Келесі кадрда Вольфгангты Фрайштадт арнайы мектебіне апаратын көлікке отырғызады. Өгей әкесі ішінен риза болады, ал анасы оны Рождествоға дейін алып кетуге уәде береді. Вольфгангты чемоданымен бірге мекен жайға тастап кетеді. Ұқыпты, күтімді бақшаны қарап жүрген директор Брокман. Жігіт терезелерінде берік торлары бар ғимараттарды көреді. Директор жаңадан келген жасөспірімнен ән айтуды сұрайды. Содан кейін оның хоббиіне қызығушылық танытып, жақсы әңгімелеседі. Ол мінездемені қараған кезде жасөспірімнің мінез құлқын өте жаман қылып сипаттағанын көреді. Вольфганг мұны өгей әкесінің айласы деп түсіндіреді, өйткені ол мұны көргісі келмейді. Жігітке жалпы душ бөлмесінде жаңа киімдерді береді. Мұнда түзеу лагерінің басқа тұрғындары, әртүрлі жастағы жасөспірімдер жұмыстан келеді. Олар аға деп атайтын үлкендердің Вильде мен Крабтың бақылауымен душ қабылдайды. Жуынып, киімдерін ауыстырып, балалар кешкі асқа барады. Аңқауланып отырған Вольфгангтан сол уақытта нанын тартып алады. Сонымен қатар ол тамақты бөлудегі әділетсіздікті байқайды. Жергілікті оқушылардың ішіндегі бастығы Бьорнтың тамағы басқалардан қарағанда әлде қайда көп. Дұғадан кейін балалар тамақтануға кіріседі. Оларға берген жуындыға қарап, Вольфганг тамақтарын тәрбиешілердің кешкі асымен салыстырады. Олар азық-түлікті үнемдемейтіні анық. Бьорн темекі шегуге бергенде, Вильде оқушыларға сөйлеуге рұқсат береді. Жаңадан келген оқушы мен жерлесі қара нәсілді Антон достасуға тырысады, бірақ олардың әңгімесін үзеді. Кешке Вольфганг кінәлі баланың жазаланып жатқанына куә болады. Оның кесірінен барлығының тамағының мөлшерін азайтқан еді. Кінәліні аяқ киім лагымен майламақшы болады, бірақ Вольфганг оны жақтап, бұл үшін Бьорн оны ұрып-соғып, бетіне аяқ киім лагын жағып тастайды. Бәрі кетіп қалғанда, Вольфганг өзі жақтаған жігітпен сөйлескісі келеді, бірақ ол агрессивті түрде оны итеріп жібереді. Балалар жалпы жатын бөлмесінде ұйықтайды, аға Краб оларды терезеден бақылайды. Жасөспірім жастықтың астына анасының жағажайдағы жазғы серуендегі суретін жасырады. Кейінірек оған Антон келеді. Ол оған дос болуды және оны қорғайтын болса, тамақпен, темекімен бөлісуді ұсынады. Бірақ Вольфгангты бұл қызықтырмайды. Таңертең оқушылар сапқа тұрады. Директор шығып, сәлемдескеннен кейін ән айтып, саппен жүруді бұйырады. Осылайша балалар жұмысқа кетеді. Екі арбамен олар шымтезек батпағына барады. Шымтезек шөгінділерінде оқушылар кейіннен тиеу және сату үшін брикеттерді дайындайды. Жаңадан келген оқушыда резеңке етіктің орнында ыңғайсыз тәпішке. Ол етік сұраған кезде, Вильде оның арсыздығы үшін бетіне күрекпен ұрып, балшыққа батырып жібере жаздайды. Крабқа тіпті араласуға тура келді. Қайтар жолда Вольфганг белбеуімен арбаның механизмін тоқтатып, қашып кетеді. Ол шұңқыр батпаққа құлап, батып кете жаздайды, бірақ шығып үлгереді. Оның ізімен Вильде итпен қуып келеді. Дегенмен жігіт жайнап жатқан батпаққа жетеді. Ол одан өтуге тырысады, бірақ кептеліп қалатын батпаққа түседі. Вильде жігітке бұл жақтан қаша алмайтынын айтып, жатақханаға қайтуды бұйырады. Душта жігіттер Вольфгангты кезек-кезекпен ұрады, әрине тәрбиелік мақсатта. Бьорн бұл жердің ережелері бар және оларды сақтау керек екендігін түсіндіреді. Жігіт оны жақын арада алып кететінін айтады, бірақ мұндағылардың көбісінің ата-анасы солай уәде берген. Кейбіреулері мұнда бірнеше жылдан бері өмір сүріп келеді. Ал тыңдамайтындарды Брокман психологиялық тұрғыдан сындырады. Таңертең оқушыларды шіркеуге апарады. Онда Вольфганг директордың қызы Анжеликаны байқайды. Ол жақын жерде тұрады, бірақ оған балалар үйінің тәрбиеленушілерімен сөйлесуге тыйым салынған. Келесі жұмыс күнінен кейін аға Краб арбаларды тоқтатып, 10 минутқа оқушыларға шомылуға мүмкіндік береді. Бұл әрекеті оны жақсы жағынан көрсетеді. Балаларға үйлеріне хат жазуға рұқсат береді, әрине диктантпен. Рұқсатсыз ой білдіріп, мекеменің атына кір келтірмеу үшін. Процесс кезінде Вольфганг өзі пайдалану үшін қарындаштың бір бөлігін жасырады.
Кейінірек директордың бақшасында жұмыс істеп жүрген Вольфганг жанынан өтіп бара жатқан Анжеликаның велосипедінің цебі шығып кеткенін көреді. Ешкім көрмей тұрғанда ол қызға барады. Цепті орнына қойып, ол қыздан хатты үйіне жіберуді сұрайды. Қыз келіседі, бірақ оның орнына талап қояды. Ол жігіттің қолын кеудесіне қояды. Осы сәтте Брокман олардың үстінен түседі. Қыз бірден актерлік шеберлігін қосып, өзінің кінәсіз екенін көрсетіп, жас өспірімге қолын көтере бастайды. Тәрбиеленушінің қызына деген ілтипатына ашуланған директор барлығын кешкі ассыз қалдырады. Анжеликамен сәтті келісім шартқа жігерленген Вольфганг мұқият күзетілетін бақша учаскесінен тамақ ала алатынын айтып мақтанады. Ол бақшаға кіріп, қалтасын жаңа піскен қызанақтармен толтырады. Брокман өзіне қымбат нәрселерге қол сұққаны үшін жігітті екінші рет ұстап алып, оны бөшкедегі суға тұншықтырады. Содан кейін ол Вильдеге оны жақсылап ұруды тапсырады. Әбден таяқ жеген Вольфгангты демалыс бөлмесіне әкеледі. Оның қолында бір дана қызанақ. Формальды түрде ол уәдесін орындады және басқа балалардың құрметіне ие болды. Демалыс күндері оқушылар радиодан музыка тыңдап, көңіл көтереді. Кенеттен директор Брокман келіп, қызынан хат тауып алғандығын және Вольфгангқа дауыстап оқуын сұрайды. Бұл оның Анжеликаға берген хаты еді. Жаза ретінде директор Антонның радиосын алып кетеді. Ренжіген бала өзі ән айтып бастайды. Вольфганг жолдасын қолдайды және көп ұзамай қалған балалар бір қатарға жиналып, ырғақты шертіп ән айта бастайды. Әннен кейін балалар дымқыл жертөлеге барады. Бьорн ата-аналар әдетте мұнда келгендерді еске алмайтынын, тіпті оларға хат жазбайтынын айтады. Шіркеуге рождестволық қызмет кезінде қайырымдылық сөмкесі қолдарына түскенде Анжелика Вольфгангқа кілтті береді. Мерекелік кешкі ас кезінде олар оған шіркеуден ұрланған түрлі түсті кәмпитпен безендірілген тортты әкеледі. Жігіт директордың поштаны жасыратынын түсініп қояды. Краб тәрбиелеушінің қызметінен кететіндігін жариялайды. Бұл жаңалық баланы таң қалдырады. Ол Краб бұлай істей алмайтынын және ешкімге ештеңе айтпағанын айтады. Оқушының бұл әрекетінен ересектер олардың араларында құпия сырлары болғанын түсінеді. Крабқа шапалағын тартқызып, оны қуып жібереді. Бұл ыңғайсыздықты жою үшін діни қызметкер ән айтуды ұсынады. Осы сәтті пайдаланып, Вольфганг қашып кетеді. Орлар сияқты аяқтың ұшымен қараңғы дәліздің бойымен шығу есігіне қарай жақындайды. Бірақ сыртқа шығып үлгермейді. Директордың қолы иығына келіп түседі. Жаза ретінде жасөспірімді жертөлеге іліп қояды. Ес-түссіз, ол анасымен эротикалық мотивтерге толы жағажайдағы жаз күндерін елестетеді. Азапталған жігіт босатылған кезде олардың жаңа тәрбиелеушісі пайда болғанын көреді. Кейінірек орманда бөренелерді тасып жұмыс жасап жатқанда оқушыларға атпен Анжелика келеді. Қыз Антоннан ары ойнауын сұрап, Вольфгангпен сөйлесуге асығады. Ол оқу мәселесімен бұл жақтан кетіп бара жатқанын айтады. Қыз жігітті сүйеді. Жігіт бұл процесті соңына дейін жеткізейін дегенде, қыз қайтадан актерлік шеберлігін қосып, қашып кетеді. Шымтезекпен жұмыс істеп жатқанда, Вильде оқушылардың бірін мазақ етеді. Вольфганг бұл мүмкіндікті пайдаланып, оның басынан күрекпен ұрып, барлығын қашуға шақырады. Бірақ Антоннан басқаларының барлығы орнында қалады. Олар тіпті жігітті өлтіремін деп қорқытқан Вильдеге көмектеседі. Жасөспірімдер сулы батпақты жерлермен жүгіреді. Бұл процесте Антон екі етігінен айырылады, бірақ ары қарай өте алады. Кеш батқанда олар темір жол желісіне түсіп, белгілі бір ауылға жетіп, сарайда түнейді. Таңертең қашқындар жылқыны вагонға тиеп жатқанын көріп, артынан оларды мініп алады. Көлік оларды туған қаласына апарады. Лас және жыртылған киімдермен олар көшеде жүріп келеді. Үйге жетіп, Вольфганг Антонмен қоштасады, бірақ ол онымен қалғысы келеді. Шын мәнінде ол бұл жақтан емес және оның туыстары жоқ. Вольфгангтың онымен сөйлесіп тұруға уақыты жоқ, өйткені ол анасы және өгей әкесімен өз араларындағы мәселелерін шешуі керек. Жасөспірім қалтасындағы соңғы тиындарын береді. Терезеде ол осы уақыт ішінде үшінші баланы дүниеге әкелген анасын байқайды. Өгей әкесі әрине қонаққа риза емес және интернатқа қоңырау шалғысы келеді. Бірақ жігіт оған мүмкіндік бермейді. Вольфганг ол жерде өліп қала жаздағанын айтады. Ол таңғы асты қатты қалап, интернаттың шынайы жағдайын айтуға уақыты болмайды. Сол сәтте есікке қоңырау шалып, директор Брокман кіріп келеді. Оған қашқынның осындай екенін айтты және сыртта Антонмен бірге оның көлігі тұр. Жігіт қорқып, бір бұрышқа тығылып, қайтпаймын деп айғайлайды. Ол өгей әкесімен төбелесіп қала жаздайды, бірақ жағдай ымыраға келумен аяқталады. Интернетта не болып жатқанын анасының өзі көргісі келетінін айтады. Фрештатқа жеткенде Вольфганг көліктен түседі. Алайда анасы мен өгей әкесі есікті құлыптап қояды. Олар шықпақ емес еді. Жігіт көгерген жерлерін көрсету үшін жемпірін көтереді, бірақ анасы бәрібір оны тастап кетеді.
Вольфганг олардың артынан жүгіреді, бірақ еш пайдасыз. Күректен таяқ жегеннен кейін көзін жоғалтқан Вилде жігітті ұстап алады. Оны Бьорнмен бірге орманға апарады. Арбамен жүріп, мұғалім қашқынды қалың тоғайға апарып, шұңқыр қазуды бұйырады. Содан кейін Вилде Бьорнге Вольфгангты байлап, тірідей көмуді бұйырады. Ол еріксіз келіседі, бірақ жасөспірім жолдасын қорқақ деп айыптағанда, ол көмуден бас тартады. Вилде қашқынды өзі көмуге тура келеді. Істі аяқтағаннан кейін олар кетіп қалады. Кейінірек директор жаңа жерленген қабірге келеді. Ол жансыз Вольфгангты қазып алады. Жігіт өзіне келіп, жүйке күйзелісіне шалығады. Вольфганг келесі күні таңертең жатақханада Бьорнтың дауысынан оянады. Ертең біреуді ата-анасы алып кетеді деген хатты оқиды. Бұл Антонның денесінен табылған хат еді. Ол түнде өзін асып, қайтыс болған. Жатын бөлмеге Вилде келеді. Мәйітті байқап, ол Антонды әлсіз деп атайды және басқаларды жуынуға шақырады. Балалар оны үнсіз қоршап алады. Бьорн тәрбиелеушіні кеудесінен итеріп жібереді. Жағдайдың нашар екенін түсінген Вилде оларды тыныштандыруға тырысады. Вольфгангтан басқа жасөспірімдердің барлығы оны ұрып соға бастайды. Өйткені оған бәрібір еді. Таяқ жеген Вилденің кілтін алып, балалар қашып кетеді. Бьорн тәрбиелеушілердің киімдерін алып, жігіттен олармен бірге қашатынын сұрайды. Бірақ ол бұрынғы досының денесінің жанында қалады. Фильм 1970 жылдың тамызына ауысады. Вольфганг аға қызметін атқара отырып, бір көзді Вилденің темекісін тұтандырып береді. Таңғы астан кейін барлығы сапқа тұруға кетеді, бірақ Вольфганг ғимаратта қалады. Келесі көріністе ол чемоданымен директордың жанында тұрған көлікке келеді. Өгей әкесі қайтыс болды және жасөспірімді асырау үшін ешкім төлемейді, сондықтан оны үйіне жібереді. Жігітті үйдің жанына түсіріп кетеді. Ол қарындасының дауысы естілген аулаға барады. Үстелдің жайылып тұрғанын және оның үстінде сол баяғы түрлі түсті кәмпитпен безендірілген тортты байқайды. Отбасы оны қарсы алуға дайындалуда. Аулаға оның інісі шығады. Оған қарап, Вольфганг бір тортты алып, ешкім байқамай тұрғанда кетіп қалады. Көшеде жігітті ескі достары кездестіреді. Жігіт олардан қарызға ақша алады. Олар оны өздерімен серуендеуге шақырады, бірақ Вольфганг үйде боламын деп өтірік айтады. Достарының бірімен кездесіп жүрген көрші қыз үйлеріне кейінірек қонақ болып өтетінін айтады. Оның жігіті фермалық тортты байқап, сұрамастан оның қолынан тартып алады. Жігіт интернатта үйренген приемдарымен жігіттің денесіне және мұрнына соққы беріп, қашып кетеді. Соңғы көріністе ол пойызда кетіп бара жатып, терезеден басын шығарады. Төменде Фрейштадт оқушыларының арбамен кетіп бара жатқанын көреді. Самал желдің лебімен ол жаңа өмірге аттанады. Фильм Фрейштадт 70-ші жылдарға дейін ең ауыр мектеп интернаттарының бірі болып саналғандығы туралы тарихи жазбамен аяқталады. Германияда 3000-ға жуық осындай мекеме болған және оларда 800-ға жуық жасөспірім өмір сүрген. Бұрынғы тәрбиеленушілерге келтірілген моральдық зақымды өтеу туралы шешім 2010 жылы қабылданған. Қазір Фрейштадт кем дегенде заманауи мектеп интернаттарының бірі деп айтады. Достар, видеоны қарағандарың үшін үлкен рахмет. Бұл фильм туралы ойларыңызды комментарийге жазып, арнаға тіркелуді